Балалар ұрлыққа бейім болып барады. Елімізде кәмелетке толмағандар жасаған ұрлық 17%-ке артыпты. Былтыр осындай 577 іс тіркелсе, биыл 675-ке жеткен. Бау-кеспе балалар Алматы облысы мен Шығыс Қазақстанда және Түркістан облысында көп болып шықты. Одан кейін Алматы қаласы мен Атырау облысы болып тұр. Арамісті кәсіп еткендердің көбі ұлдар, ал қыздар мұндай қадамға сирек барады екен. Көңіл көншітте қоймайтын тағы бір дерек, ұрлық жасап ұсталған 294 баланың ісі сотқа жолданған. Соның ішінде 102-нің бас бостандығы шектелген. Ағымдағы жылдың 11 айында соттармен 125 бала осы ұрлық жасаған үшін сотталды. Егер жіктеп қарайтын болсақ, оның ішінде бас бостандығынан айыруға 7 кәмелетке толмаған бала, шартты түрде соттауға 1 бала және соттың үкімімен босатылғандар 15.